Баршаңызға қайырлы күн, менің көрермендерім және подписчиктарым. Менімен бәрі оңай каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Мадина. Бүгін сіздермен осындай дәмді және қыстың күні оңай желініп кететін қияр мен жуадан салат дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар және видеоны соңына дейін көріңіздер. Бізге керек заттар: 5 кг қияр, 1 кг жуа, 5 ас қасық қант, 2 ас қасық тұз, 100 г укроп, 100 г 9% уксус және жарты қасық қара домалақ бұрыш керек болады. Қиярларымызды жақсылап марлының көмегімен 2-3 қайтара жуып аламыз. Мен әртүрлі қиярлар алдым, өйткені өз бақшамдікі болғандықтан. Сіздер бір келке қияр алсаңыздар болады. Енді жіңішке қиярларымызды дөңгелек, арасын 1 см-дей қылып тураймыз. Үлкен қиярларымызды 2 бөлікке ортасынан бөліп, жартылай дөңгелек қылып турап аламыз. Құрметті менің көрермендерім, қазақша каналдың дамуына үлес қосып, каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазып, видео ұнаса достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Және де келесі менің видеомды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар. Жуаны ортасынан қақ жарып, жартылай дөңгелек қылып тураймыз. Укроптарымызды турап аламыз. Мен кішкентай жарты қасықпен кепкен укропта қостым. Міне барлық жемістерімізді турап алдық. Енді 5 қасық қантымызды саламыз, 2 қасық тұзымызды саламыз, жарты қасық қара дөңгелек бұрышымызды саламыз. Үстіне 100 г 9% уксусымызды құямыз. Сіздерде 9% уксус болмайтын болса, онда 100 г суға 70% уксустан 1 чай қасық қосып, құйып, араластырып алсаңыздар болады. Міндетті түрде 100 г суға араластырып алған жөн болады. Жемістерімізді жақсылап қолымыздың көмегімен жуаларымыздың арасын аша отырып, араластырып аламыз. Содан кейін 30 минутқа қойып қоямыз. Сонда қиярларымыздың суы шығатын болады. Міне 30 минутымыз өтті. Одан да көп уақыт болса ештеңе етпейді. Міне қиярларымыздың суы шықты. Енді алдын ала содамен жуылып, қайнатылған банкаларымызға қиярларымызды толтырамыз. Арасында басып отырып, барлық банкаларымызды толтырып аламыз. Менің көрермендерім, қазақша каналдың дамуына атсалысып, каналыма тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Міне банкаларымыздың барлығын толтырып алдық. Енді табаны қалың кастрюлемізге салқын су құямыз. Кастрюлеміздің түбіне орамалдар төсейміз. Банкаларымыз қатты қайнағанда жарылып кетпес үшін оның үстіне банкаларымызды қоямыз. Суымыз банкалардың мойнына дейін болғаны дұрыс. Енді газымыздың астын ақырын баяу жағамыз. Кастрюлеміздің қақпағын жауып қоямыз су қайнағанша. Су қайнағаннан кейін 15 минут банкаларымызды қайнатып аламыз. Міне банкаларымыз 15 минут қайнады. Енді отын өшіріп, банкаларымызды бірден орамалдардың көмегімен аламыз. Өйткені банкаларымыз ыстық. Қолдарыңызды күйдіріп алмаңыздар. Ал енді банкаларымызды қақпағын бірден жабамыз. Мен қақпақтарымды алдын ала банкалармен бірге қайнатып алған болатынмын. Банкамыздың қақпағын жауып алдық. Енді бірден төңкеріп, 1-2 тәулікке жылы жауып қоямыз. Салатымыз дайын болды. Сіздер де осы рецептпен дайындап көріңіздер. Құрметті менің көрермендерім, менімен бірге болғандарыңызға алғысым шексіз. Келесі кездескенше сау сәлеметте болыңыздар.